Шалқан. Орыс халық ертегісі. Баяғы бір заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде шал-шалқан отырғызады. Шалқан үлкен болып өседі. Бір күні шал-шалқанды жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады. Бірақ шалқанды шығара алмайды. Шал көмекке кемпірін шақырады. Кемпір шалдан, шал-шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Бірақ орнынан қозғалта алмайды. Кемпір көмекке немере қызын шақырады. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал-шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Тағы да суырып шығара алмайды. Немере қызы итін шақырады. Ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал-шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал-шалқаннан ұстап, ары жұлқиды, бері жұлқиды. Шалқан шықпайды. Мысық болса тышқанды шақырады. Тышқан келіп мысықтың құйрығынан, мысық иттен, ит немересінің етегінен, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал-шалқаннан ұстайды. Олар тарта-тарта, ақыры шалқанды суырып шығарады. Қашып кеткен бәліш. Неміс ертегісі. Бір ауылда екі әйел бірігіп бәліш пісіріпті. Ол дайын болып қалған кезде, олар бәліштің кімге тиесілі екеніне дауласыпты. Олардың әр қайсысы бәлішті бүтін күйінде алғысы келіпті. Біріншісі айтыпты: «Бәліш менікі». «Жоқ, қымбаттым», деп ашуланады екіншісі. «Мен де бәлішті пісірдім. Маған да тиесілі». Олар мән-жайды түсініп болмай жатқанда, бәліште аяқ пайда болады. Ол табадан секіріп шығады да, жол бойымен жүгіре жөнеледі. Бәліш жүгіре отырып қашып келеді де, түлкіге тап болады. «Әй бәліш, қайдан қашып келесің? Қайда сығып бара жатсың?» деп жалаңдады түлкі. «Мен екі ақымақ кемпірден қашып кеттім», деп жауап қатты бәліш. «Сенен де қашып кетемін, қу түлкі. Алақай, алақай, алақай», деді де жолмен жүгіре жөнелді. Оған енді қоян кездесті. Ол таңданып, бақырая қарап: «Бәліш, бәліш, сен қайда қашып барасың?» деп сұрады. Бәліш: «Екі мыйсыз кемпірден қашып кеттім, түлкіден де құтылдым. Сенен де қашып кетем, қуып жете алмайсың, алақай, алақай»,
деп жауап берді де қаша жөнелді. Осылайша бәліш өзенге жүгіріп келді. Өзенде қайық тұр екен. Қайықта адамдар отыр. Адамдар бәлішті көріп, «Бәліш, бәліш, сен қайда қашып барасың?» деп сұрады. «Мен екі кемпірден қашып кеттім, қу түлкіден де, желаяқ қояннан да құтылдым. Енді сендерден де қашып кетемін, алақай, алақай, алақай!» деп жауап берді де, бәліш ары қарай қаша жөнелді. Енді оған семіз шошқа кезікті. Ол да сұрады. «Сен қайда жүгіріп барасың, бәліш?» деп ентіккен бәліш оған былай деп жауап берді. «Мен екі кемпірден қашып кеттім. Алаяқ түлкіден де, желаяқ қояннан да, қайықта отырған адамдардан да қашып құтылдым. Семіз, енді мен сенен де қашып кетемін. Алақай, алақай, алақай!» Ал шошқа оған былай деп жауап қатты. «Немене, мен соңғы кезде нашар еститін болдым. Бәлішжан, бұл сөздеріңді менің құлағыма келіп айтшы». Бәліш барлығын шошқаның құлағына айтып бермек болып, оған жақын келгені сол еді, қорс-қорс ете қалды. Сөйтіп, шошқа мақтаншақ бәлішті жеп алыпты. Ал біздің ертегіміз аяқталып та қалыпты. Күн мен айдың бір-біріне қонаққа барғаны. Албан халық ертегісі. Бір күні жер жүзінің жарық патшасы күн айды қонаққа шақырыпты. Ай күнге қандай сыйлық алуды ұзақ ойланып, ақырында ең жарық әрі әдемі бірнеше жұлдыздарды жинап, оларды күміс табаққа салады да қонаққа алып барады. Жарық патшасы сыйлықты көріп қатты қуанады. Олар тамақтанады, әңгімелеседі, сөйтіп ай үйіне қайтады. Содан кейін ай күнді өзіне қонаққа шақырады. Жарық патшасы айды қалай қуантсам деп ұзақ ойланады. Ақырында ол ең шебер тігіншіні шақырып, оған былай дейді. Мен айға қонаққа барғалы отырмын. Оған жақсы сыйлық апаруым қажет. Мен бұлттан тігілген жаңа көйлек сыйлауды жөн көрдім. Айдың бойына жарасымды, әрі ыңғайлы, әдемі көйлек тігіп берші. Жоқ, жарық патшасы. Мен мұндай жұмысты істей алмаймын. Оны жасау ешкімнің де қолынан келмейді. Өйткені ай күнде өзгеріп отырады. Бүгін ол шар тәрізді домалақ болса, ертеңінде бір жағынан жіңішкере бастайды. Ал 2 аптадан кейін тіпті жіп жіңішке болып, онымен қоса орақ сияқты иіліп те қалады. Қандай өлшем бойынша оған көйлек тігемін? Өзің ойлап қарашы. Не тіксең де оған сай келмейді. Жарық патшасы
қатты қынжылады. Бірақ қолдан келер шара жоқ. Қонаққа құр қол баруына тура келеді. Алай болса, дәмді тағамдарын әзірлеп, жарық патшасын қуана қарсы алады. Олар бірге отырып тамақтанып, әңгімелесіп, уақыттарын көңілді өткізеді. Алайда жарық патшасы үйіне жинала бастаған кезде, ай оның сыйлығы жоқ екенін көріп қатты ренжиді. Мұны байқаған жарық патшасы оған былай дейді: «Маған ренжімеші, ай, мен саған не сыйларымды ұзақ ойландым. Ақырында сен үшін ең жақсы сыйлық бұлттардан тігілген әдемі көйлек деген шешімге келдім. Бірақ ең шебер деген тігіншінің өзі бұл жұмысты орындаудан бас тартты. Саған арнап көйлек тігу қиын дейді. Сен күн сайын өзгеріп отырасың. Бірде толасың, бірде жіңішкересің. Осылайша қонаққа құр қол келуіме тура келді. Алайда сені ренжітпес үшін мен саған бүгіннен бастап менің сәулелерімді жинап, олардан кез келген киім тігуіңе рұқсат етемін. Әлі ақ сұлу болып шыға келесің». Осыны айтады да жарық патшасы қоштасып кетіп қалады. Ал ай болса қатты өкпелеп, бозарып кетеді. Осыдан кейін ай күнмен кездеспеуді, ал оны көре қалған жерде айналып өтіп кетуді жөн санапты.